Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді және де қытырлақ болып шығатын тауық етінен наггетсы дайындаймыз. Жасалу жолы әдеттегідей өте оңай. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті тағамдардың құрамын видеоның астына жаза кетемін. Алдымен маринад дайындаймыз. Ол үшін табамызға 1 стакан суды құямыз. Оның үстіне соя соусын және де сикерімізді, тұзымызды салып, үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тауық етін кесіп аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, сопақша соломка етіп турап аламыз. Тауықты өзіңіздің қалауыңыз бойынша кесе беруге болады. Тауық етін кесіп алған соң маринадқа қосамыз. Тауық маринадқа толықтай батып тұру қажет. Бетін жауып холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Алдын ала панировкасын дайындап аламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызды жарып, шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Үстіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіштерді салуға болады. Және де дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Енді бөлек бір табаға осылай чипсыды езіп аламыз. Алдымен қолдың көмегімен, содан соң оқтаудың көмегімен осылай 1-2 рет басып шығамыз. Чипсымызды тең етіп 2 ыдысқа бөлеміз. Петрушканы осылай уақтап турап аламыз. Ас көкті салмасаңыздар да болады, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. 2-ге бөліп алған чипсымыздың біреуіне осы туралған ас көкімізді үстіне салып араластырып аламыз. 2 сағат өткен соң тауығымызды осылай суынан ажыратып пакетке салып аламыз. Пакетке бәрін салып болған соң үстіне ұн сеуіп, жақсылап тұрып ұнға аунатып аламыз. Енді наггетсімізді дайындаймыз. Ұнға аунатылған тауық етін алдымен жұмыртқаға, содан соң чипсыға аунатамыз. Дәл осылай қалғандарында жасап шығамыз. Алдын ала пергамент қағазы төселген противенге саламыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Келесіде тағы да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін каналға подписаться етуге ұмытып кетпеңіздер. Міне осымен біздің тауық етінен наггетсіміз дайын. Ас болсын!